қызылордалық сендер. Ел Ақмешіттің барлық Қазақстанның атынан жалғыз қазақстандық құрамадан құралған тек сендер ғанасыңдар. Барлық қазақ ел қарап отыр. Қатты мен арнайы келдім сендерге. Шымкентте тұрам, бірақ өзім туылған жерім Қазалы. Қайда жүрсе де жүрегім соғады. Маған көбісі ойлайды, ана клубқа, мына клубқа. Мен ондай емеспін. Қай жерде де шықсын, қазағымның жігіттері топ клубта ойнасын деген ниетпен жүрмін. Бірақ жүрегімде Қайсарды ешқашан да ұмытпаймын. Қайсар менің әрқашан да жүрегім. Сендерде шамалы болса да алыстан келе жатқан себебім сендерге ырым болсын деп, кішкентай болса да. Мына новый шорты, гроссхоппердің шорты кімге берерін білмеймін. Мен сендерді ажыратпаймын, анау мынандай, анау мынандай деп. Бірақ әрқайсысыңа тілеймін, шетелдік клубта ойнасыншы Қайсардың жігіттері. Мен дұрыс жағынан ойлаңдаршы, мен ырымдап келе жатырмын осыны. Маған үлкен Швейцарияның гроссхоппердің тренері осыны берген подарок. Бірақ мен арнайы сендерге алып келе жатырмын. Қайсысыңа беремін білмей тұрмын, бөліп жара алмаймын. Бәрін керемет ойыншысыңдар сендер, Қайсардың жігіттері. Гроссхопперде шетелдік клубта ойнауды нәсіп етсінші сендерге. Сосын маған жанкүйерлік, адал жанкүйерлік есебінде маған кеше Биікпен гроссхоппер ойнады. Сол кезде Швейцарияның бір несі мынандай УЕФА деген маған значок берді. Сол мен ырымдап Қайсар клубы жаңа стадионда келесіде Алла қаласа Еврокубоктерде ойнаңдаршы деп мен сендерге соны тілегім келеді. Алладан ше ойнап үлкен стадионда жаңа жетістікке жетулеріңе тілектеспін. Руслан Сақалбаев мырзаға осыны берсем, кішкентайда болса да ырымым мен жігіттер. Қайсар жігіттер алға! Чемпион! Чемпион! Айбол бастаған барлығың да мықтысыңдар, барлығың ешқайсыңды ажыратпай, барлығың мықтысыңдар.